Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қазақ тілі каналына қолдау көрсетіп кетіңіздер. Сәкен Сәдуақас Сейфуллаұлы Сейфуллин 1894 жылы 15 қазанда Ақмола уезі, Ақмола облысында дүниеге келген. 1938 жылы 25 ақпанда Алматы қаласында дүниеден озды. Қазіргі қазақ әдебиетінің негізін құраушы, ақын, қазақтың атақты ақыны, жалынды жазушысы, дарынды драматург, білікті ұстаз, мемлекеттік қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының негізін қалаушысы, алғашқылардың бірі болып Қазақ-Қырғыз АКСР халық комиссарлары кеңесінің төрағасы. 1920-1925 жылдар премьер-министр қызметін атқарды. Арғын тайпасының Қуандық руының Есен Темір бөлімінен. Қарағанды облысы Ақадыр қазіргі Шет ауданы Қарашілік қыстағында дүниеге келген. Нілдідегі орыс, қазақ, Ақмоладағы бастауыш приход мектебінде қалалық 3 класты училищеде оқыған. 1914 жылы Қазан қаласында өткен күндер деп аталған тұңғыш өлеңдер жинағын бастырып шығарған. Омбыдағы қазақ жастарының бірлік қауымы басшыларының бірі болған. 1917 жылы Бұғылыда мектеп ашып, орыс тілінен сабақ берген. 1918 жылғы сәуірде Жас қазақ Марсилиязын жазып, 1 мамырда Бақыт жолында атты пьесасының беташар қойылымын көрсеткен. Ақтар көтеріліс жасап, Ақмола совет пішілерін тұтқынға алған Сәкен Сейфуллин атаман Анненковтың азап вагонынан 1919 жылғы сәуірдің 3-інде адмирал Колчаковтың Омбыдағы түрмесінен қашып шыққан. 1920 жылғы мамырдың 7-сінде Ақмолаға қайтып оралып, атқару комитеті төрағасының орынбасары және әкімшілік бөлімінің меңгерушісі болған. Осы жылғы қазанның 4-інде Қазақ Кеңес автономиялық республикасын жариялаған. Кеңестердің бірінші құрылтай съезі делегаты болып қатысқан. Орталық атқару комитеті президиумының мүшесі болып сайланған. Жер су комиссиясының жұмысына және баспасөз ісіне басшылық жасаған. Еңбекші қазақ газетінің редакторы, халық ағарту комиссарының орынбасары, қазақ КСР халық комиссарлары кеңесінің төрағасы, халық ағарту комиссарианты жанындағы ғылым орталығының төрағасы, Қазақстан пролетар жазушылары ассоциациясының басшысы, Қазақстан өлкелік комитетінің партия тарихы бөлімінің меңгерушісі, Қызылордадағы халық ағарту институтының Ташкенттегі қазақ педагогикалық институтының директоры, Жыл құсы альманағы жаңа әдебиет журналы басшысы, Қазақтың мемлекеттік институтының доценті, әдебиет майданы журналының редакторы, Қазақтың коммунистік журналистика институтының профессоры қызметтерін атқарған. Осы кезде жаңа өмір жолында күреске шақырған. Асау тұлпар өлеңдер жинағы, Бақыт жолына, Қызыл сұңқарлар атты пьесалары, Домбыра, экспресс, Тұрмыс толқынында атты поэтикалық жинақтары жарық көрген. Жаңашыл ақын, поэзия мен драматургияға көп жаңалықтар енгізді. Өлеңнің түрі мен мазмұнында түбегейлі өзгеріс жасап, қазақ халқының поэтикалық дәстүрін дамытты. Сәкен Сейфуллин өмірде де, әдебиетте де белсенді күрескер болды. Көкшетау, Қызыл ат дастандарында заманалық мәселелер көрсетілген. Қызыл атта 30 жылдардың бас кезінде Қазақстанның ауыл шаруашылығында орын алған асыра сілтеу оқиғалары сыналады. Ақсақ киік, аққудың айырылуы шығармаларында туған даланың табиғатын, адамның ішкі сезім күйлерін суреттейді. Сәкен Сейфуллин проза, драматургия, әдеби сын,
әдебиеттану салаларында көрнекті еңбек етті. Жұбату әңгімесі Сәкеннің қазақ әйеліне арналған алғашқы прозалық шығармасы. Жемістер, біздің тұрмыс, сол жылдарда туындыларында замандастар өмірі бейнеленген. Сәкен Сейфуллин қазақ халқының патшалық езгіге қарсы күресін «Тар жол тайғақ кешу» атты тарихи мемориалдық романында көрсетеді. Публицистика саласының дамуына қосқан еңбегі баға жетпес. Қазақтың ескі әдебиет нұсқауларын жинау, зерттеу, бастыру ісімен де шұғылданды. Оның қатысуымен қазақтың ескі әдебиет нұсқаулары Батырлар, Ақан сері Ақтоты, Ләйлі Мәжнүннің қазақша аудармасы жарық көрді. Қазақ әдебиеті кітабы осы саладағы алғашқы зерттеу еңбектерінің бірі. Халық әдебиеті материалдарын мол жинап пайдаланған бұл зерттеуінде қазақ ауыз әдебиеті үлгілерін жанрлық жағынан жіктеп, идеялық көркемдік талдаулар жасайды. Сәкен Сейфуллин қазақ әдебиетінен мектептерге оқулық жазу ісіне де қатысқан. Қазақ әдебиетінің кадрларын даярлауға көп күш салды. Сол тұста әдебиетке келген қаламгерлер Қаратаев, Бекхожин, Сайын тағы басқалары Сейфуллиннің көмегіне сүйенген. Сейфуллиннің олардың алғашқы кітаптарын бастыруға көмектесіп, алғы сөздерін жазған. Жазушының шығармалары бірнеше рет шет тілдеріне аударылған. Ол 1936 жылы қазақ әдебиеті мен өнерінің Москвада өткен бірінші онкүндігіне қатысты. Қазақ жазушылары ішінен тұңғыш рет еңбек қызыл ту орденімен марапатталған. Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен шығармалары туралы Сәбит Мұқановтың Сәкен Сейфуллин пьесасы, Мүсіреповтің Кездеспей кеткен бір бейне повесі, Әбділда Тәжібаев, Тоқмағамбетов, Бекхожин тағыда басқалардың поэмалары, Исмаилов, Қирабаев, Кәкішев тағы басқа ғалымдардың әдеби зерттеулері, естеліктері жарық көрген. 1938 жылы қуғын сүргінге ұшырап, Алматыда атылды. 1958 жылы ақталған. Сейфуллин есімімен көптеген ауыл, елді мекендер, театр, мектеп, кітапхана, көшелер аталды. 1985 жылдан Целиноград қаласында қазіргі Астана қаласы Сейфуллин мұражайы жұмыс істеді.